Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 32-ші сабақты талқылаймыз. 51-ші жаттығу. Суреттерге қара. Балалардың қайсысы әдептілікті сақтамады деп ойлайсың? Сұрақ жауап. Бірінші, ролик тепкен бала әдепсіздік көрсетті. Екінші сұрақ, жаяу жүргіншілер жолында неліктен ролик тебуге болмайтынын дәлелде. Жолда ролик тебу өте қауіпті, басқаға бөгет болады. Үшінші, көліктен шығар кезде жолаушыларға айтатын сөздерді таңда. Дұрыс сөз бұл жерде өтінемін, өтіп кетуіме бола ма? 52-ші жаттығу. Қоғамдық көлікте өзін қалай ұстау керектігі туралы ережені толықтырып жаз. Қоғамдық көлікте өзін ұстау ережелері. Көлікке мінерде адамдарды итермей, кезекпен міну керек. Үлкендерге, мүгедек жандарға және жүкті әйелдерге орын беру қажет балалар. Және көлікте қатты сөйлемеу, айқайламау керек және көп күлмеу керек. Төртінші, музыка тыңдасаң, құлаққаппен тыңда. Бесінші, терезені рұқсатсыз ашып немесе ластамау керек. Көлік ішінде тамақ ішпеу, қоқыс тастамау керек. Және түсерде сыпайы түрде өтінемін, өтіп кетуіме бола ма деп айту керек балалар. Және соңғысы, көлікте тыныш, мәдениетті, әдепті болу әр жолаушының міндеті болып табылады балалар. Ережелерді сақтап жүрейік. Келесі жаттығу, 53-ші жаттығу, өлеңді оқы. Балақайды жұбатып ек, апай айтты рахмет. Малды өріске ұзатып ек, атай айтты рахмет. Көк шыбықты құлатып ек, айтпады ешкім рахмет. Өлеңнің авторы Бейсебай Кіріспайұлы. Өлең не туралы? Және рахмет деп қай кезде айтады, қандай жағдайда айтпайды, өз ойыңмен бөліс. Өлең не туралы? Өлеңде әдептілік пен алғыс айту мәдениеті туралы айтылады. Автор түрлі жағдайларды келтіреді. Мысалы, балақайға көмектескенде апай рахмет дейді. Малды өріске айдасқанда атай рахмет дейді. Ал көкті құлатып зиян келтіргенде ешкім рахмет айтпайды. Яғни өлең арқылы ақын жақсылық жасағанда алғыс айтылады, ал жаман істегенде ешкім рахмет айтпайды деген ойды білдіреді. Рахмет деп қай кезде айтады? Біреуге көмектескенде, жақсылық, игі іс жасағанда, біреудің еңбегін, қамқорлығын, мейірімін бағалағанда. Ал рахмет деп қай кезде айтылмайды? Жаман іс жасағанда. Мысалы, көкті таптап кетсең, біреуге зиян келтіресің. Ережені бұзғанда немесе әдепсіздік көрсеткенде ешкім рахмет айтпайды. Өз ойым, бұл өлең маған ұнады, себебі ол жақсылық жасаудың және алғыс айта білудің маңызын үйретеді. Адам әрқашан сыпайы болып, біреудің еңбегін бағалап, рахмет деп айтуды ұмытпауы керек. 54-ші жаттығу. Көшіріп жазып, өзің қалаған сөздермен диалог құра. Бұлардан басқа әдептілікті білдіретін қандай сөздерді білесің? Рұқсат етіңіз, мархабат етіңіз. Мүмкін болса, ренжімесеңіз, мақұл қалауыңыз білсін. Міне, осы сөздер арқылы біз ұнаған сөздермен диалог құрайық. Әдепті сөздермен. Айдана, рұқсат етіңіз, мен терезені ашайын ба? Апай, мархабат, аш, ауа кірсін. Айдана, рахмет, апай. Апай, өтінемін. Айдана, сабақты жалғастырайық. Айдана, мақұл, апай. Бұлардан басқа әдептілікті білдіретін сөздер: сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Өтінемін.
кешіріңіз, рахмет, сау болыңыз, мейірімді болыңыз, ізетпен, тілегіңізге рахмет, көмегіңізге көп рахмет. Міне балалар, осындай әдептілікті білдіретін сөздер өте көп. Осы әдептілік білдіретін сөздерді өмірде де қолданып жүрейік. Сабақ түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.